тіске басар ал болдым. Жаным, Мен саған бірдеңе айтуым қажет. Ол не? Сенің мұны қалай қабылдайтыныңды білмеймін, бірақ сенімен ашық болғанды жөн көрдім. Саған деген сезіміме еш нәрсе сызат түсірмейді. Ұялып отырмын. Олай деме. Мақұл. Сен маған не көрсетпекшісің? Сайтан алғыр. Саған ұнай ма? Сенде бәрі жақсы ма? Мен жай ғана дәретханаға барып келейін. Жарайды. Құдайым-ау, бұл не деген бәле? Абзал, телефонды алдың-ау. Маған сенің көмегің қажет. Үйге кел. Тез. Құдайым-ау. Қара. Олар екеуі ме? Сен қалай ойлайсың? Кел ойнайық. Апам шелпек пісірді, санап едім 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Аяқ 2, қол 2. Досым, бәрі дұрыс па? Құдайға шүкір. Не үшін шақырдың? Кеңсіген мынау несі? Құдай-ау, жаным, кешірші мені. Жоқ. Мен кетемін. Жоқ жаным, мені тыңдашы. Бұл сен ойлағандай жаман емес. Сен мысалы басқалар қарағанда ағашқа тезірек шыға аласың. Маған ағашқа шыққан ұнайды. Күні бойы бақшадағы жемістерді 4 қолмен теріп шығамын. Жаным-ау, мені қабылдағаныңа рахмет. Оқасы жоқ. Сенің де кемшіліктерің болса айт. Жоқ, менден бір мен бар мына жақта. Иттің ғана баласы, не мынау, не деген ұсқынсыз адам едің. Бар, көзіңді құрт менің үйімнен. Бар, жоғал енді. Өзіңе қарап алсаңшы. Мүлдем қайтып келуші болма. Сенің кемшіліктерің, сенің артықшылықтарың. Өз артықшылықтарыңды пікірге жаз.